Ассалаумағалейкум достар, құрметті көрермендер. Жасыл Ақтөбелік каналындасыздар. Бізде бүгін осындай егезекті елді мекенде көп жалғасуда. Посадканың ішімен жүріп көрдік, өкінішке орай. Болған жоқ, енді посадканың жанымен. Осылай келатып, алғашқы сигналдан атвалда шығып жатыр. Көп тұрған цел атвал, онлайн қазып көрсетеміз. Міне көзді цел атвальчик шықты. Керемет табыс, алғашқы табыс. Сонымен достар, бізде кезекті сигнал. Не көріп тұрғаныздай, әлі металлоискатель баяғы R944M әлі пакетпен олаулы. Қазір сигналды қазып болған соң нәтижесін көрсетеміз. Сонымен достар, осы сигналдан оны қалай айтады, трактордың несі ғой, комбайн жыртатындағысы, шашатын. Керемет, біз жалғастырамыз. Сонымен достар, бізде кезекті сигнал. Көріп тұрғаныздай. Ал сіздердің алдарыңызда өздеріңізше онлайн қазамыз. Қателеспесем, осы маңда болу керек. Шаман прибормен жоғалтып алған сияқтымыз. Шаман аймен қарат екен. Көріп тұрғаныздай, бұл қоқыс болып шықты, осындай консервный банка. Бірақ ұсақ түйекке алып кетуге болады. Граммдарға жинап салмақты. Сонымен достар, бізде кезекті сигнал тағы да осындай қалың шөптің астында тұрген. Біз қазып болған соң нәтижесін көресіздер. Сонымен жаңағыдай сигналдан бізде дәл жердің бетіне осындай лемех жатыр. Салмағы әжептәуір сау лемех. Керемет табыс. Сонымен достар, мынау жаңағы лемех. Көріп тұрғаныздай. Ал желдің ақауы болады, мән бермеңіздер. Қазір мен жиналған жерге апарып тастайын. Міне көріп тұрғаныздай. Әзірге осы. Ал біз жалғастырамыз. Керемет табыстар. Бля, мынау 5-6 келі болады. Сонымен достар, тамашалай отырып, бізде кезек тағы да сигнал. Қазір онлайн қазып көрейік тағы да сіздерге. Қатты глубинаға кетпеу керек енді. Міне осы дауыс керемет қой, осы дауыс. Не жетсін осы дауысқа. Не болды екен. Екінші лемех пе екен. Міне тірелді ма. Сонымен дәл өзім айтқандай лемех бұл. Кішігірім лемех болса да
Жақсы. Әдейм. Табыстар осылай ұлғайып жатыр. Өйсін мынандай алюминий банкілер жатады қоқыстар. Енді оған мән бермеу керек. Міне көріп тұрғаныңыздай. Керемет. Сонымен достар, бізде көп жалғасуда. Көріп тұрғаныңыздай сигналдың басын қайтарып, тағы да не деп ойлайсыздар? Меніңше лемех сияқты. Бірақ лемех емес бұл. Осындай уголочек болып шықты. Осындай уголочек. Бұл да жақсы. Көрінетін жерге қойып. Апарып тастаймыз ба? Баклажканың үстіне қойып қояйық. Көріну үшін. Баклажканы жоғары қойайық та. Керемет, біз жалғастырамыз. Сонымен достар, бізде көп жалғасуда. Кезекті сигнал. Көріп тұрғаныңыздай жерді қазір қазып көретін боламыз нәтижесін. Ал сіздермен бірге қазайық онлайн. Көріп тұрғаныңыздай ілінген сияқтымыз. Evet, бізде қазып болайық, содан көресіздер нәтижесін. Қоқыс көп болып кетті. Сонымен достар, бізде кезекті сигналдан осындай көріп тұрғаныңыздай осындай лемех шықты. Бұл екінші лемехтан, кішігірім лемехтан үлкендеу. Әдемен майысқан болса да, негізі сау лемех. Керемет, жалғастырамыз. Ал бізде көп жалғасуда достар. Сонымен кезекті сигналдан көріп тұрғаныңыздай осындай темір шықты. Мынау енді запчасть бұл трактордың немесе прицептің ба, қаңылтыр ма, салмағы жіптеу 2 килограммдай болады. Керемет. Ал көп жалғаса достар, бізде осымен кезекті сигнал. Ал нәтижесін бірге тамашалап көрейік. Мана лемех. Нәтижесін бірге онлайн тамашалайық. Міне бірден тек. Сөйтсек, ол деген осындай консервный банк болып шықты. Әрине өкінішті, бірақ жалғастырамыз біз көпті. Сонымен достар, кезекті сигнал, кезекті шұңқыр. Қаза келе осындай комбайнның трактордың тісіне жататының осындай тісін тауып алдық. Бұл жерде жазулар бар. Дата 4-08 әмен қарт жазылмаған. Немесе бұлай жазылыпты. Осындай керемет кіл құйылған, яғни литой, яғни құйылған осылай жалғасуат сигналдар. Керемет. Сонымен достар, осылай келе атып, жылқы жайылып жүр. Бері қараты келеді осылай. Тек визуально осылай. Визуально осындай. Визуально табыс. Жылқы байлаған бабына істеген. Ал жақсы.
Ал сонымен достар, тағы да кезекті визуальный сигнал. Бұл кезекті визуальный көрініс, визуальный табыс. Сондай техниканың немесе прицептің несі болу керек. Прицептің запчасти. Бірақ мына несі краскасы енді мықты сақталыпты енді. Ал жақсы табыс, керемет. Жалғастырамыз. Ал сонымен достар, бүгінгі коп аяқталды. Шамамен 2,5 сағатта келді. Сонда тапқан табысымыз. Мен енді глушакты есептемегенде бұны тауып алдым, былай визуально. Қалған темірлер міне. Тіс, контакты нелер, уголник. Мына түрлі темірлер. Прицептік ма. Мына отвалда кереметтен салмақта. Жалпы 5-6 кило. Сосын жаңа бүгін лемехтар күні міне. Екеуінің салмақтары әжептәуір. Бірақ ең керемет мына салмағы міне. Бөлеген. Сосын мына енді алдынан бері жинаған ұсақ темірлер. Ұсақ түйек бұл да 3-4 кило немесе 5-6 кило балы. Әзірге осы. Тапсырған соң нәтижесін көрсетемін. Сонымен жеке лемехтардың салмағын қарайтын болсақ, мынау 3 кил 950 грамм дейді. Шамамен 4 кил. Одан кейін лемехімізді өлшейтін болсақ, весеге мән бермеңіздер. 3 кил 600 грамм. Бұл да жақсы. Ең басты лемех өлшек. Бұның салмағы. Салмағы енді араңызда 8,5 келдей. Шамамен 9 келдей есептейміз. Өткен весі кішкентай болғасын. Сол енді жалпы қанша салмақ болатынын көреміз тапсырғаннан соң.